Ертеден келе жатқан сенім бойынша адамның мінезі мен болмысы оның туылған жылына байланысты. Егер сіз осы пікірмен келісетін болсаңыз, бүгінгі шығарылымды жоғары бағалауға тиіссіз. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Ана тіліндегі контентті қолдау үшін біздің арнаға тіркеліп кетіңіз. Және де осы видео пайдалы болады деген достарыңызға жіберіп қойыңыз. Сіздің мінезіңіз қандай? Осы жыл атауларын білесіз бе? Бүгінгі ақпаратымыз өз туған жылыңызға қарай пайдалы бола алды ма? Осы сұрақтарға комментарияда өз пікіріңізбен бөлісіп кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Ал ендеше бастайық. Сонымен, тышқан жылы туылған адамдар табиғатынан жұмсақ адамдар. Олар шыншыл және жолы болғыштар. Тышқан жылы туылғандар өзінің мүмкіншіліктеріне өте сенімді. Айналасындағылар оларды өте бақытты адамдар деп ойлайды. Бірақ олар бұл пікірмен келісе қоймайды. Мәселен, бір жапырақ нанның өзін маңдай термен тауып жейді. Тез әрі жылдам эмоцияға берілгіш болып келеді. Өмірде болған келеңсіздіктерді өте ауыр қабылдайды. Ал бұл жағдай олардың денсаулықтарына кері әсер етуі мүмкін. Отбасын үнемі алға сүйреп, жұмысында да әрдайым биіктен көрінуді мақсат етеді. Тышқан жылындағылар үнемі пойызға кешіккен жолаушыдай асығыс жүреді. Бір қызығы, майда шүйде нәрсеге де қуана біледі. Келешектерін ойлағандықтан ақшасын да орнымен жұмсап үнемдей біледі. Олар айналадағы көрген-білгендерін ойларына түйіп, одан жақсы нәтиже шығара алады. Олар кішкентай нәрселерге де мән беріп өмір сүреді. Себебі бақыт пен қуаныштың сол кішкентай нәрселерден құралатынын жақсы біледі. Еңбек сүйгіш болғанымен кейде соған жарасар сәттіліктерге жетпей жатады. Олардың мінезі кейде біраз қопалдау болуы мүмкін. Сиыр жылғылар. Бұл тышқанға қарама-қарсы. Табиғатынан ауыр мінезді, сабырлы және әрекетшең келеді. Олар бір уақыт ішінде бірнеше шаруаны тындыруы мүмкін. Мәселен, кітап оқып отырып, арасында өзіне керегін түртіп алып отырады. Тамақтанып, теледидарды көріп үлгереді. Олар тез шешім шығаруға асықпайды. Ойыңдағысын мың рет ойланып, толғанып барып қана жауабын айтады. Олардың денсаулықтары өте мықты. Әдемі киінгенді жақсы көреді. Ұзақ уақыт бір жерде отыра алмайды. Сиыр жылғы адамдар өз-өзінен гармония алып, өмір сүруді біледі. Олар өздерінен ештеңені аямайды. Сиыр жылғылар саяхаттағанды жақсы көреді. Олардың пікірінше, өмір онсыз да әділетсіздіктерге толы. Сол үшін олар майда шүйдеге бола көңіл күйін түсірмейді. Достарының ортасында көңіл көтеріп, табиғат аясына шыққанды ұнатады. Олар пайдалы іспен шұғылданып, оған өмірін арнауға да бар. Сиыр жылғылар қайратты әрі тамаша сұхбаттас жандылар. Барыс жылы. Барыс жылғылар өмірде жолы болғыш парасатты адамдар. Өзгелерді терең түсініп, жан-тәнімен сезіне алады. Болып жатқан жағдайда жан-жақты ойланып барып қана шешім шығарады. Дүниеге көз қарасы кең, ғалым адамдар. Олардан тамаша дәрігерлер шығады. Адамдарға қамқор, бірақ отбасына жақсы қарайтын адамдар. Өздеріне сай мінездер де бар. Өздеріне тиесілі сай заттардың ұқыпты, жинақы болуын қалайды. Қалаған уақытында өздерін еркелетіп, демалуды да біледі. Олар көп сөйлемейді, жұмысты жай істейді, бірақ еріншек емес. Оларды айыптап, балағаттауды да ойыңызға алмаңыз. Себебі олар дер кезінде жауап бермегенімен, өмір бойына сізден көңілі қалып кетуі мүмкін. Оларға арзан әңгіме, өтірік сөз айтып, әуре болмаңыз. Олар мұндайды жек көреді. Шешім қабылдауды үнемі дұрыс тарапынан таба алады. Қоян. Олар өте еңбекқор, жауапкершілігі мол адамдар. Екінші жағынан ашушаң, қызуқанды, мінезді адамдар болып келеді. Өзін айналасындағыларға сыйлатқысы келеді. Кейде бұларынан түк шықпай,
денсаулықтарына зиян келтіріп алуы әбден мүмкін. Олар өздерінің жүріп тұрысынан, ішіп жеуінен ештеңені аямайды. Өте талапшыл болғандықтан кейде отбасы мүшелеріне келеңсіздік туғызады. Сәтсіздікке түссе, өзін тез тастап жібереді. Олар сондықтан сен күштісің, сен мықтысың деп мақтап тұрғанды жақсы көреді. Олардан мықты спортшылар мен саудагерлер шығады. Қоян жылғылар сіздерде ескеретін жағдай, адамдарға кішіпейіл болуды ұмытпаңыз. Ұлу жылғылар әбден ойланып барып, жоспарлап қана іске көшетін адамдар. Бастаған ісін соңына дейін жеткізбейінше тыным таппайды. Өтірік мақтанғанға алданбайды. Олар өте қуатты адамдар. Жеткен жетістікке қуана біледі. Олар өте еңбекқор, тәртіпке бағынатын адамдар. Келісімге келіп, ортақ шешім шығаруға да талаптанады. Өмірінде кездескен келеңсіздіктерді оңай әрі ақылмен шешеді. Ақша мен махаббатты бағалайды. Жылан жылғылар бұл айналаға сенімсіздікпен қарайтын адамдар. Сол үшін көп сөйлегеннен гөрі тыңдағанды жақсы көреді. Олар шыдамды, біреуден ақыл сұрағанды ұнатпайды. Бүгінгі өмірмен өмір сүреді. Көңілді орталарды жақсы көреді. Ақша жұмсағанды ұнататын, мақсатына әрдайым жететін адамдар. Олардан кәсіби дәрігерлер, журналистер мен әскери адамдар шығады. Жылқы жылы туылғандар өте сүйкімді, ашық мінезді, ақ жарқын адамдар. Үй шаруасына пысық, олар өте қарапайым, тәкаппарлықты жақсы көрмейді. Бірақ олардың жеке басына тіл тигізетін болсаңыз, сізден міндетті түрде кек алады. Олар отбасы мен елін қатты сүйеді. Әрдайым ойланып барып, ақылмен шешім қабылдайды. Дүние мүлікке қызыға бермейді. Олардың еңбекшілдігіне қарап, дос-жарандары мен нағашылары оған қызыға қарайды. Оларға бірақ еркіндік пен тәуекелге бел буу деген қасиеттер жетісе бермейді. Қой жылғылар өте кешірімді, ғажайып адамдар. Кешіруден бұрын сізге өкпе ренішін айтып, бір жеңілдеп алады. Солай екен, онымен сөзге келіп қалсаңыз, еститініңізді естуге дайын тұрыңыз. Бірге жүрсеңіз, олардың күші мен ақылына таң қаласыз. Олар өзгелерге қарағанда алда жүріп, оларды өзінің артынан ергізе алатын тамаша қасиетке ие. Олар өмірде көп жетістікке жете алатын жолы болғыш адамдар. Мешін жылғылар. Олар қой жылқыларға қарағанда алда жүргенді ұната бермейді. Және де өздері оған ұмтылмайды. Бүгінгі күні тыныш, ертеңгі күні уайымсыз болса жетеді. Ең қиын жұмыстардың өзін үдесінен шығып, нақты орындайды. Мешін жылғылар өте еңбекқор. Онысымен қоса, олардың көңілі нәзік, тез қапаланғыш адамдар. Мешін жылғылар өте қамқор жандар. Олардан тамаша педагогтар мен суретшілер шығады. Тауық жылғылар өзіне сенімді, жүйкесі шыдамды, бай, бақуатты адамдар. Көп деген жетістіктерге жетіп, алға ұмтылуға қадір. Ол үшін оларды қолдап тұрсаңыз болғаны. Көпшіл, ордаға бейімделгіш, шаруаға бейім, әзілкеш адамдар. Олар ортасына жағымды адамдар. Әдемі киініп, күліп жүргенді ұнатады. Ит жылғылар ашық жүзді, келісті адамдар. Кез келген адаммен жақын араласып кете алады. Олар ортаның гүлі. Өз көзқарастарын берік ұстанатын адамдар. Ит жылғы туылған адамдар отбасына қолайлы. Олардан мейірімді ата-ана шығады. Олардан шын достар шығады. Олармен тату-тәтті өмір сүруге тырысыңыз. Өйтпеген жағдайда сізді аяп отырмайды. Дөңіз жылы туғандар өте ақылды, оқымысты, іскер әрі білімді адамдар.
Айналасындағыларды тәртіпке сала алады, заңды құрметтеп, сол бойынша іске кіріседі. Өзіне тапсырылған істі мүлтіксіз орындайды. Олар ортада өздерін жақсы ұстап, диктаторлық қабілет қасиетімен көзге түседі. Нақты әрі дұрыс шешім шығара алады, еңбекқор, қамқор жандар. Олардан мықты хирургтар мен юристтер шығады. Сонымен, сізге видео ұнады ма? Ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі жолы бұдан да қызықты, ақпараты мол видеоларды күтіңіздер. Өз жылыңыздан, өзіңіздің қазіргі мінезіңізге, атқарып жатқан ісіңізге байланысты сәйкестікті көре алдыңыз ба? Егер көрген болсаңыз, немесе керісінше болған болса, өз ойыңызбен, пікіріңізбен комментарияда бөлісе кетіңіз. Біз оны күтетін боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.